таудың басына бірінші рет шығып тұрмын. Бұл менің көп армандарымның бірі орындалып тұр бүгін. Сондықтан да армандаңыздар, армандар орындалады. Арманда ұлым арманда, арманда ұлым ақтық демің қалғанда, арманда ұлым қия деме өрдеме, арманда ұлым арманда. Жолай көрме, арманы жоқ адамға. Келесі жылы келген кезде мына таудың басына шығамын деп тұрмын. Осы жолы жалғыз өзім шығып тұрмын. Қасқыр болады таудың арасында десе де, қорқыныш үрей жоқ болса керемет екен. Және жылқыларды тау асырып жібереді дегенді еститін едім. Қараңыздар, үйір-үйір жылқылар жүр. Біздің Қазақстанымыздың, ата-бабамыздың қалдырып кеткен қаншама керемет жері бар. Осы жерді дамытайық. Турцияға барып тұрғым келеді, оқығым келеді деген адамдарға сіздердің іштеріңізде кіндік қандарыңыз тамған жерге деген махаббаттарыңыз жоқ, сіздерде рухтарыңыз жоқ. Бірінші осы кең байтақ жерімізді дамытайық, содан кейін жан-жаққа шықсақ болады. Және қорқыныш үрей билеп алған, мотивация жоқ өмір сүруге, өлгім келеді деген адамдарға айтқым келеді. Ана таудың басына шықпай еш қайыққа кетпеңіздер. Сіздерге айтқым келеді, бүкіл нәрсе даму арқылы келеді. Мен өзімнің осы өмірдегі жүріп өткен жолымнан, осы тәжірибемнен айта аламын. Бүкіл нәрсе даму арқылы келеді. Менімен бірге дамыңыздар.